Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қолөнер мен кәсіптер. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері автохонды, қалау. Автохонды белгілі бір аймақтың ежелгі халқы. Қалау дегеніміз тұрмыстық сал. Өзіне ұнаған затты, бұйымды үй иесінен сұрап алу. Тақырыпқа шығу, яғни бүгінгі тақырып пен өткен тақырыптың арасындағы байланыс. Суретке назар аударып, қазақ халқы қолөнер туындыларының ерекшелігі неде екенін айтамыз. Қазақтар көне дәуірден Қазақстан жерін мекендеген ежелгі тайпалар, яғни сақтар, ғұндар, ортағасырлық түркілер, қыпшақтар, рухани материалдық мәдениетінің тікелей мұрагері болып табылады. Антрополог академик Смағұлов дәлелдегендей, Қазақстан жеріндегі тұрғындардың негізгі бөлігі 4000 жыл бойы автохонды өлкені тұрақты мекендеп келеді. Олардың ежелгі мәдениеті қазақ халқының материалдық және рухани мұрасымен тікелей байланысты. Мысалыға, қазақтардың киізден жасалған бұйымдары қазіргі кезеңдегі үлгілермен үндесіп келеді. Киіз және теріден тігілген шалбар мен етік үлгілері 20 ғасырдың бірінші жартысындағы дала тұрғындарында кездеседі. Сонау сақ заманынан бері қазақ халқы киіз үй жасауды білді. Ежелгі заманда мыс, қола, темір балқыту ісі кеңінен дамыды. Академик Әлкей Марғұлан тапқан Жезқазған маңындағы кен орындары бұл аумақтың көне металлургия орталықтарының бірі болғанын айғақтайды. Қазақтардың темір ұсталары мен қолөнершілері металл өңдеудің тәсілдерін ежелгі заманнан бері сақтап дамытып келеді. 18 ғасыр мен 20 ғасырдың басында қазақтардың үй кәсіпшілігі мен қолөнерінде қалыптасқан дәстүр сақталып, үнемі жетілдірілумен болды. Қазақ қоғамында негізінен мал шаруашылығы шикізаттарын өңдеп, тұрмысқа қажетті бұйымдар, киім, сәндік әшекейлер жасады. Мал шаруашылығы көшпелілер өмірін толық қамтамасыз етіп тұрды. Көшпелілер тұрмысындағы малдың маңызын Шоқан Уәлиханов дәл сипаттайды. Көшпеліні ішіп жегізетін де, киіндіретін де мал. Ол үшін малының аман болғаны қымбат. Қазақтардың амандасуы мал жан аман ба деуден басталады. Жаңа заман зерттеушілері қазақ қолөнер кәсібінің әйелдер қолөнері мен ерлер қолөнері деп бөлгені туралы жазады. Ерлер темір бұйымдар, киіз үйдің ағаш сүйектерін, ыдыстар жасады. Әйелдер жүн өңдеп, киіз басты, киім тігіп, тоқмар, кесте, өрнек салу, тері илеу мен тон пішумен шұғылданды. Ерлер кәсібі ұсталық зергерлік ағаш, сүйек, тас өңдеу шеберлігін қамтыды. Қазақ ауылдарында ерте замандағы шеберлердің дәстүрлерін жалғастырып, зергер ұсталар алтын және күмістен түрлі бұйымдар жасаумен айналысты. Зергерлер сырға, білезік, түйреуіштер, шашпаулар, шолпы және тағы да басқа әшекей бұйымдарын жасады. Ұста өзінің немесе тапсырыс берушінің үйінде жеке дара жұмыс жасаған. Келесі кезекте тапсырмамен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма: қазақ халқы дәстүрлі қолөнер бұйымдарының өткен және бүгінгі сипатына Вен диаграммасы бойынша салыстырмалы түрде талдау жасаймыз. Екінші тапсырма: киіз басу және киізден түрлі бұйымдар жасау әдісін ретімен жазамыз. Үшінші тапсырма: өздерің тұратын өңірде қазақ халқының және басқа ұлттардың қолданбалы өнер бұйымдарын жасайтын шеберлер туралы зерттеу жүргіземіз. Үйге тапсырма: оқулықтағы 3-4 параграфты оқып келеміз. Екінші: ұсталық дәстүрді көп жағдайда бір әулет өкілдері жалғастырып, атадан балаға мұра ретінде қалдырып отырды деген тақырыпта
шағын ғана эссе жазып келеміз. Қош сау болыңыздар.